Бір 35-40 жылдай үзілістен кейін қайта осы өмірге алып келдіңіз деп айтсам да болады. Мен сізді сол арқылы танимын. Бұл сіз Барлыбек Сырттанов атындағы мектепте оқығандықтан шәкірттік парызым деп алдыңыз ба, әлде алаш арыстарын адақтау бұл ардың ісі деп санайсыз ба? Барлыбек тақырыбына мен жүрек қалауыммен келмедім әуелде. Бірақ осы тұлғаның мектебінде оқығандығым, осы тұлға менің өмірімде 3 рет алдымнан шықты. Бірінші 6-шы сынып оқып жүрген кезім 2006 жылы Барлыбектің 140 жылдығы болды. Сол кезде сынып жетекшімнің жазып берген Барлыбек Сырттанұлы және оның орыс достары деген тақырыпта баяндама жасадым. Бұл бірінші рет әсер етті. Екінші студент кезімде 2-ші курста қойдым, құқық негіздері деген сабақтан осы Барлыбек Сырттанов бойынша реферат келді маған. Соны жаздым. Үшінші кездейсоқ келуі профессор, жазушы Тұрсын Жұртбай ағаммен кездесіп отырғанда ол айтты: сен осы Арасанның баласымын дейсің, Барлыбек Сырттанов жерлесің ғой, неге шығармайсың, неге танытпайсың? 150 жылдығы атаусыз қалды. Осы тұлғаны қарап көрсеңші деді. Сол ұстазымның сөзі әсер еткені болу керек. Барлыбек туралы жоспар құрдым. Сол 1 жылдың ішінде көптеген дүниелер табылды. Құдай қалап Петерборға, Мәскеуге, Орынбор, Омбы, Ташкентке архивтеріне барып, көптеген дүниені таптым. Сөйтіп Барлыбектің әлеміне ену басталды. Енді қазіргі өмірімді алаш қайраткерлері Әлиханды, Ахметті, Міржақыпты қалай сүйсем, Барлыбекті олардан бір елі төмендетпей сүйетін деңгейге жетті. Өйткені Барлыбектің де сондай үлкен қайраткер екенін түсініп, таныдым. Тіпті қазір Барлыбекті адақтауға, Барлыбекті насихаттауға, дәріптеуге Құдай ғұмыр жетсе, көптеген дүниелерді істегім келеді, танытуға. Сондықтан бұл кісі менің екінші бір жақын әкемдей адамға айналды десем де болады. Сондықтан Барлыбекті тану, зерттеу ол әлі жалғасатын болашақтағы арман мұраттарымның басы. Енді сіздің мақалаңызды, жазғандарыңызды жиі оқимын. 2 кітабыңызды бірден мен оқып шықтым. Оның ішінде байқағаным, сіз мысалы жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мен Арасанда өскен баламын деп. Осы Жетісу жерінен ғана емес, сонау арғысы Торғайдан, бергісі жаңағы Түркістанның да тұлғаларын зерттеп жүрсіз, кәдімгі бір дерекпен беріп жүр екенсіз. Және де бір сөзіңізде былай деп айтыпсыз: осы алаш арыстарын зерттеп жүрген ғалымдардың көбі әдебиетшілер депсіз. Бұл тарихшыларға деген көңіліңіздің толмаушылығынан ба? Бізде тарихтың жүгін әдебиетшілер, филологтар, лингвистер істеп атқан жасырын емес. Тарихтың жүгін біздің тарихшы ғалымдар ұзақ уақыт архивтен тапқан дүниесін зерттейді, саралайды, көреді. Ал бізде әдебиетші, лингвист, филологтар қалай табады, бірден жариялауға, бірден жазуға тұрады. Біз эмоциямен жазамыз. Біздің халықтың санасы ғылыми емес, эмоциялық тілді жақсы көреді. Біз өзі қазақ эмоциялық халықпыз. Сондықтан эмоциямен жазған қарапайым халыққа тез жетеді. Мәселен, Мәмбет Қойгелдінің алаш қозғалысымен Тұрсын Жұртбайдың ұраным алашын қатар қойып оқырманға беретін болса, оқырман Тұрсын Жұртбайдың ұраным алашын оқиды. Өйткені онда эмоция бар, онда сезім бар, онда күйініш бар, онда нала бар, онда халықтың аңсар арманы бар. Халық тез оқиды. Кез келген филолог тарихшы бола алады, кез келген тарихшы филолог бола алмайды. Ол ақиқаты. Бізде әдебиет тану мамандығында біздерді жазуға, сызуға, зерттеуге үйретеді. Ал тарихшылар қатып қалған теориялық зерттеулермен және оның болжауы, аспектілермен қарастыру жағымен қарап шектеліп қалады. Қатаң қысаң ғылыми тілде жазуға. Ал біз бұндай шекаралық неге қарамай шығып кетіп жатамыз. Мен бір өзім жазғаным бар еді. 20 ғасырдың тарихын